жаңағы көмек сұраса да от души ғой мысалы. Көңіл күйің жоқ кезде бірінші кезекте үйдегілер зардап шегеді ғой. Оны ақша табам деген адам бұл түбінде сынады. Баяғыдағыдай қыран болатын болса ол багажникпен жүре беретін бала еді. Өзінше бүйтіп жүретін жоқ, мен стройный. Менде қазір сізде ше? Сізде жоқ па? Кәсіпкер емеспін сен. 17-16 жасында өлердей ғашық болуға болады дейді. Кайф да, Руслан такой. Руслан бәрі Дисбаланс жоқ. Енді ана ол енді кететін болды ана жер мынандай болды. Бар болыңыз, бай болыңыз деп. Негізі денсаулық деген маңызды деп ойлаймын да. Иә, нереально маңызды. Еще ана табыс тапқан сайын қатты мән береді екенсің десең. Денсаулық. Енді біз айтпақшы, енді байып жатқанда құрсын өліп қалмайық деген сияқты. Неге бұрыннан бері мән бермейміз не қойшы мырза? Неге осы адам обязательно миллион табу керек, содан кейін бастап или денсаулық қарау тоқтықта ма? Ешкім одан ес? Білмеймін. Арғы адам ретінде бір айтады бір башар енді сенде бір айтады. Өзім сияқты арғы адам ретінде ең толығы мен сияқтымын. Жоқ, денсаулыққа не деген назар аудару деген білмеймін, бір определенный бір сознательностьтен келетін нәрсе сияқты ол. Денсаулық зор байлық деп бізде мақалдар айтылады, бірақ соның бір зор байлық екенін түсіну. Мысалы элементарно қарашы. Мысалы үшін настроение, кеше Марғұлан ағаның мысалы үшін настроение, көңіл күй, ішкі хал деген нәрседен біз мысалы үшін осы уақытта мысалы Артемнен естідік, Артемнің жағдайы нормальный. Марғұлан ағадан естідік. То есть қасымызда жүрген осы уақытта жүрген бүйтіп орта деңгейде адамдар естіген жоқпыз ғой сен настроениеңе қара деп ше. Сен мысалы үшін негатив адамдармен араласпа деген естімейсің. Настроение. Хотя енді ол очевидно ғой, настроение онша емес болса сен жұмыс жүрмейтін. Енді денсаулық одан да қараған тылсым ғой, одан да көрінбейтін нәрсе ғой. Оны түсіну үшін мен ойлаймын ана бір негіз айтпаңызшы, үйде дастархан тамақ жедіңіздер ғой. Марғұлан ағама тамақ ішіп ше. Егер маманан бүйтіп жеу керек екен дегенші. Олар дастарханда кең шығар деп айтқан кезде ше. Олар енді ана не істейді дейді ғой. Енді олар бай ғой, айтамын да үйге барған дегенші. Андай жемеу керек екен, мынандай жеу керек екен, анау. Конечно, олар бай ғой, олардың да бәрі тұрады дастарханда дейді. Мен наоборот оларды көп тұрмайды екен деймін да байларды ше. Керісінше қарап отырсаң аз-аздан ғой, мысалы наоборот біздің дастархан кең ғой. Иә. Ана жерде бір қонақ келген кезде көрсең енді ана дастархандағы тамақтар, нандар, еще анау біздікі бәрі ана мучной дейді ғой. Иә. Неден ұннан жасалған толады ғой ана жер, бауырсақ болсын, самсасы болсын. Байған дейді. Жоқ, негізінен қарасам көбінесе мынау денсаулығына қарап жүрген жағдайлар жақсы кісілердің үйлеріне барып жүрміз ғой, мысалы қонаққа барғанда аз да кішкентай салат, шөп, анау. Жоқ, парадокс бар, өте сондай таңғаласың бар ғой, бір суп береді, сосын барып второйға сұрайды. Балық жейсің, как бы, жарайды қонақ шығар. Мен былай айтайыншы, менің ойымша, $1 миллион бар адамдар, менің ойымша енді одан көп аз бөлек әңгіме, енді бай деп айтайыншы. Қанша қонаққа бардым, бір рет бешбармақ пісірген жоқ қой. Болды, бір рет Сырымбек тау. Бешбармақ жетіп қой, бешбармақ жетіп үйіне барып. Енді ол бір рет ол енді сол нереально қазақ қой енді ол кісі. А так былай более-менее жағдай бар адамдар қарады, мен пока кейсін 90% адамдар ет бешбармақ бермейді да, мысалы жоқ неге барсам. Не береді сонда? Басқа тамақта жаңағыдай бір сорпа, қатты дастархан мол деген әңгіме жоқ та. Салат, шай, әңгіме. Оқта жиналудың себебі бөлек та. Әңгімелесу. Біз не үшін бұл тақырып көтеріп отырмыз, денсаулық тақырыбында ғой енді. Мысалы неге біз сол кезде жағдайымыз болған кезде ғана денсаулыққа мән береміз деген сияқты ғой. Жоқ, сол анау осознанность бір белгілі бір деңгейден келетін сияқты ғой, денсаулық түсіне салу деген енді. Анау денсаулық жоқ болғанда түсінесің деп білмеймін сондай. Бірақ енді мысалы үшін менде қазір өзімді қарасаңыз, мен денсаулыққа қатты көңіл бөліп жүрмін деп айта алмаймын. Бірақ баяғыдан қарағанда әлдеқайда жақсы. Или екінші бір версиясы бар, қартайдық қой деген, қартая бастадық қой деген сияқты. Ковид мысалы үшін қатты әсер етті ғой. Маған да. Ковид мысалы үшін ковидке дейін мен не қылмайтын. Ковид маған нереально әсер етті. Өйткені мен ковидтен қатты ауырған жоқпын, бессимптоммен ауырдым. Бірақ кейін барып асқазанды емдеу үшін барып анализді случайно анализ тапсырып едім. Ана ферритиндер слишком төмен болып кеткен, соя высокий. Бірінші рет қарасам, организмге қарап, анализге қарасам, анализ жап тұр ғой. Көке, қойсайшы бір нәрсе сізші, воспаление. Содан кейін барып кірістім да. Маған да мысалы ковидтен кейін мен дәрілер іше бастадым да. Оған дейін дәріні тұрақты түрде ішпейтін. Кішкене бастайын басында бір 4-5 күн ішемін, содан кейін бұл тастап кете бередім да. Ал ковидтен кейін уже дәрінің соңына дейін ішу, врач айтқан, жаңа дәрігер айтқан дәрілер деген сияқты.
сондықтан ойлаймын или жасымыз келді или шынымен адам кішкене жағдай жақсарған кейін барып қарай бастаймын мүмкіндігі бола ма. анау бар ғой кейбір кісілер бар типа қазақтың адамның иммунитеті мықты деген. Мынау кісілер қаншада деп ойлайсыздар? Мына бір суретте бар, мына қазір көрсетсек болады. Неде бар ол известный не? 35 жастағы кісілер ғой, бірақ түрлері 65 жаста сияқты. Біз ғана кімдердің Әлихан Бөкейхановтардың қарасаң сол жастар қаншада сол кезде? Мен білмейді екенмін. Суреттеріндегісі ме әртүрлі ғой. Шамамен бір орта жас шығар. Орта жас. бірақ түрлері 60-65-ге ұқсап қалған да. То есть айтайын деген нәрсем кезінде біздің 35 жастағы адамдар уже кәдімгідей бір не болған ғой, үлкен кісі болған. Сондықтан да мен ойлаймын негізі қазір заман негізі технология мүмкіндік беретін кезде прям денсаулыққа мүмкіндік салу керек та. Жоқ, тренд кетті ғой, биохакинг деген салалар бар мысалы, уже барған сайын адамдардың денсаулығына көбірек өмір сүруіне жағдай жасалып жатқан бүкіл жаңа технологиялардың барлығы. Құлан мырза, сіз енді істеп жүрсіз ғой, қалай сіздің ощущениеңіз? Жақсы болып қалдым. Қандай болды? Енді адамдардың ұйқысы келе беруі, мысалы түсте ұйқысы келеді, мына жерден басқа жөнді қан бармайды, сосын стресс осы уақытқа дейін жиналған, кортизол дедіңіз ба, қандай соған байланысты витаминдерді ішіп жүрмін, қазір жақсы болып қалдым. Уже 11-де уже ұйқым келеді да кәдімгідей. Бұрында мен түнде бір 2-де 3-те жатсам, ол мен үшін нормальный зат болатын да. Мен 4-те 5-те таңда ұйықтап өзіммен былай түсіндіріп аламын. Мен шабытым түнде оянады, түнде жұмыс істеймін деп. Ноутбукты ашып аламын да бір нәрселерді оқитын, сонда қарап отырсам, бір сонда жұмыс істейтін көп емес негізі. Бір аз-ақ уақыт жұмыс істейсің, қалған уақытында әйтеуір отырасың. Сонда түске дейін ұйықтайсың. Содан кейін түстен кейін жұмыс істеймін деп шығасың, әйтеуір жуынып, шаршап қаласың. Уже келгенше сенде дым энергия жоқ, түсінбейсің өзіңді. Солай қайталанып жатқан цикл. Бұл нәрсе сонда ғана витаминдер жетіспеген екен ғой, жаңағы магний. Қазір мен де қатты қарап жүрмін, мынау приложение даже сіздерге кеңес беріп, мына жерде терапия деген приложение бар. Мынандай дәрілердің список жазылып тұрады, и мен кремді вот мына іштім деп белгілеп қоямын. Барлық несімен тұрады, графигінде шығарады, маған ұнап жүр өзіме. Сол сияқты қазір денсаулығыма көңіл бөле бастадым. Мынау очким шешем деген ой бар. Очким шешем біртүрлі болып қалған шығар, бірақ очкимді 0 қылуға. Сосын нені позвоночникті жөндеп жүрмін, өйткені 2-ші степень дейді. Бұны да бұл дұрыс болмауы, басқа дұрыс қан бармайды. Қан бармаса, сенде жақсы идея шықпайды. Бұл заттар не үшін қазір ойлана бастадыңыз? Өйткені мен мойындаймын. Сұрақ қойшы. Жоқ, мен мойындаймын. Шынымен мен де былай ойлайтын, мен ақшам болған кезде, миллион тапқан кезде емделіп алған шығармын, ой қойшы кейін деп. Бір уақытта былай ойландым да, енді тауып атсың ақша тапсаң да таппасаң да өліп қалсаң біртүрлі ғой. Ана адамдар шынымен біз баратын жерге анализ тапсырып көрсінші, биологический жасым, мен жасымға 27 ғой негізі. Сол биологический жасым менде 44 жасты көрсетіп тұрған кезде мен шошып кеттім. Уровень стресса деген зат бар, оның нормасы қанша болу керек? 150 болу керек. Менде қанша болып тұрды? 200-300-ге жақын ба, бір нәрсе болып тұрды, ұмытып қалдым. Ол сол кәдімгі қызыл немен көрсетіп тұрады да, шкаламен. Сен ойланасың сол кезде, мынаның барлығы арты не болады, ертең Бала-шағам өсіп келіп жатыр. Бала-шағам өсіп келіп жатыр. Ойлаңызшы, мен андай қуанышымыз андай миллионер болғым келмейді. Қарның мынандай, астма, диабетиксің, жүреді ғой, больница, өзінше бүйтіп жүретін. Жоқ, мен стройный, әдемі, денсаулығым өзіме жеткілікті, сондай адам болғым келеді. Қараш, бұландай сол дамудың, миллион табудың ақысы емес па денсаулықты құрту? Денсаулықты құртпай соның бәрін істеуге бола ма? Иә, мен сол ойлайтын болса сөйтші, денсаулықты мен сол ойлайтын. То есть мынау кезінде бір қиналып жүрген кезде бір енді былай сезіп отырсың ғой, искажение болып жатқан шығар, износ болады ғой организмнің. Ойлайтын бұл ақысы деп, сөйткені бір тупой графиктер бар ғой. Жас кезінде сенде күшің болады, денсаулығың болады, уақытың болады, ақшаң болмайды. Орта жаста сенің уақытың болады, бір нәрсе ақшаң болады, бірақ денсаулығың болмайды деген жатшы бір или дегенде мен или емес, мен және дегенді қолданғым келеді да. Ақша да болсын, және денсаулық болсын. И мен қазір қарап отырмын, мен кейін ойлап түсіндім да, что біздің де организмде бұл машинада бір 10 000 километрден кейін техобслуживание өтеміз ғой. Сол сияқты бір денсаулықты қарап,
жетпей тұрған витаминдерді, там аминокислоттарды, макроэлементтерді алса, сонда бізде опять же износ болады. Бірақ машинаны жақсы қарасаң, 150 000 километр пробегтерде әдемі болып тұрады ғой, жақсы қарасаң. Конечно, қарамасаң 10 000 километр өшіп қалады да, мысалы үшін. Денсаулықты құрбандыққа салмай-ақ дамуға болады дейсің. Денсаулықты құрбандыққа салу деген сөз қара, денсаулық ол так өзінің несін ресурсын жібереді. Бірақ ол қайтып келмейді деген сөз емес екен да, оказывается. Қайтып келуі мүмкін, егер сен уақытылы қарап отырсаң. Мысалы үшін мен қарағанда маған вообще айтқан, менікі мысалы үшін инсулин высокий, там рактың алдында тұрған этап, мысалы үшін рак емес, бірақ рактың алдында тұрған, болмаса сахарный диабеттің алдында тұрған этап. Ол көп адам өйде жүр дейді, ол периодтарда. Ондықтан да мен ойлаймын, өтіп кетсе жаман. Бірақ енді Алла тағала басың ауру берсе, оны сен қабылдайсың. Бірақ енді мүмкін Марwan аға айтқандай, қолымнан келгенде сен ауырмайтын жол іздейді ғой, ауырмайтын жол іздесек, неге олай болмасқа. То есть денсаулықты міндетті түрде жетістіктің алғашқы миллионның себеп-түзбесіне жатқызуға болмайтын сияқты да. Мысалы сен қаралған сайын, денсаулығың мән берген сайын түсіне бастайсың да, дәрігер андай сұрақ қояды да, таңертең қалай оянасың дейді. Әшейінде ойланбайсың ғой сұрақты ше. Басың ауырып тұрады ма, или шынымен көңіл күйің жақсы болып тұрады ма? Ойланып көрші сұрақ. Мысалы біздің оқырмандар ойлансыншы, таңертең тұрған кезде қалай тұрасыздар? Шынымен жақсы болып тұрасыздар ма, әлде шаршап тұрасың ба? Егер шаршап тұрып жатса, значит бірден жетіспейді деген сөз мысалы да. Одан кейін сондай сұрақтар арқылы сен ана жерде түсіне бастайсың ба? Ойбай, менің қаншалықты жаңағыдай көп ақша тапқаның не, мысалы, одан кейін жаңағы мықты бизнес жасап жатқаның не, білімді болғаның не пайда? Егер сенің өзіңнің денсаулығың былай айтқан кезде онша емес болып тұрса, авария болып жатса. Осылардың барлығы біздің көңіл күйімізге, мысалы, таңертеңнен бастап тұрып, дұрыс ұйықтаудың барлығы негізі сол дұрыс емес тамақтану, бүкіл жетіспейтін витаминдерің. Соның бәрін реттей бастасаң, өмірің былай айтқанда қайтадан көңіл күйің көтеріліп, таңертең әдемі тұра бастайсың мысалшы. Соның бәрі әсер етеді екен да. Оның барлығы тікелей сенің жетістігіңе, сенің тиімді болуыңа, сенің көбірек табыс табуыңа, сенің бақытты болуыңа әсер етеді ғой. Тікелей. Мысалы өткен есіңізде ме, сіздің сөзіңіз қатты ұнатты. Мен андай ақшаның артынан қолап кеткен бай болғым келмейді деген сияқты ше. Тек қана өмірдегі. Именно баланс құра білу да біздің өміріміздегі ше. Бала шағаңа да қарау, жаңағыдай өзіңе де қарау, өзіңді рухани жағынан дамытып отыру, білім жағынан, менталін жағынан дамыту, жағдайың да жақсы болу да. Жаңа неге қараңыз, егер сен күшің болса, негізі Марwan аға айтады ғой, егер сен шынымен де балансың болса, магниялар нормальный болып көтеріліп жүрсең, мысалы үшін қараймын, уже шаршап қалмаймын ғой қазірше. Көбін бір энергичный деп біледі ғой, негізі олай емес қой, шаршап қалған кезің болады, тупо әшейін түк істемей. Просто сторисқа түспейді. Ол уақыт суретқа түспейді да. Ал бірақ мысалы үшін қазір шаршап, ұйқым келгенге дейін шаршамаймын. Тұрған кезде шаршамаймын. Уже мысалы үшін кешке қарай Айсұлтандармен ойнауға уақытым болады. Мысалы фотосессия жасағысы келеді екен, уже мен барғым келеді, например. Кейде алып кеткім келеді, мысалы үшін ше. Кейде алып кеткім келеді. Кеше кітап оқып жарысам, барғым келеді, болса смысл жоқ екен, тест тапсырады екен, как бы не жоқ. Уақытың болғаннан кейін, күшің болғаннан кейін, сенің отбасыңа ниетің ашыла ма? Ниетің ашыла, хотя бы ниетің болады да, әрекетің болмаса да бір ниетіңмен не қыласың, бәрі ниет болмайтын еді, мен қорқытып нәрсе ниет болмайтын еді бәрі. Мысалы тіпті көңіл күйің болмай тұрса, біреу бірдеңе сұраса нервің шығып тұрады, отказ бере бересің мысалы ше. Көңіл күйің жақсы болып тұрса, қарсы сұраса да, жаңағы бір көмек сұраса да от души ғой мысалы ше. Көңіл күйің жоқ кезде бірінші кезекте үйдегілер зардап шегеді ғой. Жоқ, шынымен ол настроение деген ресурсты біз қатты бір бағаламаймыз. Неге керек? Білмеймін, онысын не үшін құнттамайтынымыз. Вообще жоқ қой онда бір ондай. Жоқ, біздің құндылықтар жөнімізде жоқ қой. Өткенде Марwan ағаның сөзі ұнатты. Сол осы энергияны ол конвертация жасаймын деді ғой. Қаласам ақшаға, қаласам уақытқа, қаласам басқа нәрсеге деп. Біздегі көп адамдар өзінің уақытын, күшін сол ақшаға айырбастаймын деп ойлай береді да. Мен өзім басымнан өткен, енді білмеймін бұны. Өйткені сол жаңадан бизнес бастап жүрген кезде сен семьяңды ұмыта бастайсың. Уже мен өткен ол айтап тек қана мен бизнес жасай беремін деп түнімен жаңағындай компьютердің алдында отқаның, бір нәрсе жасап жатасың. Күнделікті уже басың ауырып қалады. Бір уақытта жаңағы медитацияны жаңадан бастап жатқан кезде менің өзімгі күйім, басым ауырмаған күйім есімде да сол кезде мен ойлағам, мә осылай да болады екен ғой деп. Мен былай ойлап жүрдім да, Алматының ауасы онша емес, мына жерде осылай, мен басымның ауруы норма деген сияқты. Норма деңгейі түсе береді ғой. Сол сияқты мен ойлаймын, бағанағы сіздердің айтып жатқандарыңыз бұл денсаулық мәселесіндегі көңіл күй,
настроение, состояниені адам кез келген уақытта бағанағындай ақшаға айырбай салуға болатын сияқты да. Ал тек қана күшін салып, оны ақша табам деген адам бұл түбінде сынады. Қазір денсаулығы сынады, немесе бұның артқа қайтып кету 2 жыл артқа қайтып кете беретін өте үлкен. Мен мысалы бүйтіп ойлаймын да, енді біз тфай-тфай қазір жаспыз ғой әлі. И бізден кейінгі мысалы уже бір тенденцияны өзгерту керек деп ойлаймын да. Өзімізден кейін мысалы кәсіпкерлер, жас буындар келе жатыр мысалшы. Олар уже бұрынғыдай тек мысалы ақшаның артынан жүгіретін емес, жақсы өмір сүре алатын, сапалы өмір сүре алатын мысалы да, өзіне қарай алатын. Мысалы өткенде маған қатты әсер еткен Балу KZ сұхбатын қарап отырып, сол жерде жаңағы Әлия Борисова ма, актриса бар ғой Әлия деген. Сол қыздың несін көрдім да жаңағы интервьюін. Ана кісінің жақында күйеуі қайтыс болды. 2 кішкентай қызымен қалды да қызша. И айтады да жаңағы екеуміз жап-жас қой семья, жақындаған семьясын құрғандар. И айтады да мысалы ана жерде түсіне бастадық өмірдің мәнін сол кезде дейді да. Уже күйеуі мысалы уже ауырып жатса да маған білдірмеуге тырысты. И сол кезде бір сөз қатты әсер етті да. Анау өмір жүрген кезінде ешқашан мысалы денсаулығынан, өмірдегі настроениені көтеретін нәрседен ешқашан ақшаны аямайтын дейді да. Үнемі жақсы нәрсені алуға тырысатын дейді. И маған көп нәрсе соны үйретті күйеуім дейді да. Мен оған дейін шынымен өмірден былай айтқан кезде ләззат алуды білмейді екенмін дейді. Қарап отырсаң мысалы біздің де қазір ақша тауып жатырмыз, иә мысалы өмір сүріп жатырмыз, бірақ оны қаншалықты дұрыс жаратып жатырмыз, шынымен өзіміздің денсаулығымызға ма, шынымен өзіміздің былай айтқан кезде қазіргі ертең кім боларын болмайтынын білмейсің мысалшы. Қазіргі желаниең сенің 30 жастағы желаниең, 60 жастағы желаниең екеуі екі бөлек та. Сен қазір мысалы бір нәрсені жақсы көресің, бірақ ертең 50 жаста соны алшы, ол кезде ол сезім бермейді да. Мысалы мен ойлаймын кейде Қуаныш мырза PlayStation ойнаған кезінде бізде болмады ғой негізі олар. Сегалар қол жетімсіз болды да. Қазір 30 жаста ойнаймыз. Бір 2 рет ойнайсың да болды, ары қарай қызық емес та. Балалық кездегі ана қанбағанның несі ғой. Ойынға ше. Оқиға есіме түсті. Сен сұрасың ба? Айтшы, анау бір ғашық болып жүрген кезім бір цитата оқып қалғанмын бүйтеді да. 17-16 жасыңда өлердей ғашық болуға болады дейді да. Ол сондай кез дейді да. Көп адамдар жоқ, маған жігіт керек емес, маған қызық керек емес деп өзінің сезімдерін өшіріп тастаған дейді да. Ал сен тура 30 жаста, сен 16 жастағыдай ғашық болмайсың дейді. Ол этаптан өту керек дейді. Мен білмеймін, оны орысша айтылған. Сол сияқты бағанағы Меруерт мырза керемет айтып отыр. Біз адамдар өзінің қалағанын, өзінің жаңағы чувстволарынан қорқады ғой. Осылай жауып тастай береді. А бұл да кері денсаулыққа әсер ететін сияқты да. Одан кейін жас кезіндегі сенің запростарың арзан ғой өзі. Қатты негізі глобальный запрос жоқ қой. Сенде мысалы неге саяхатқа шығамын десең, кран айтады ғой жаңағыда. Мен багажникпен жүре беремін деп ше, баяғыда ше неге қандай. Қазір уже кран өсті, үйтті бүйтті, уже бизнес класспен ұшқысы келеді. Мысалы қазір маған кранда бір жаққа алып кету, кәдімгі накладно да. Өйткені ол енді уже запрос өсті. А бірақ баяғыдағыдай кран болатын болса, ол действительно грубо багажникпен жүре беретін бала еді. То есть жас кездегі да бар біздің запрос арзан ғой негізі. Қатты қиын запрос жоқ қой. Сондықтан мен ойлаймын жас кезде негізі мүмкіндігінше адам өзінің жаңағыдай эмоциясына салса, мен ойлаймын жақсы болады. Біліміне салса жақсы болады деп ойлаймын. Бірақ жаңағыдай мысалы үшін кәсіпкерлерді қарап отырмын. Қазір жас кәсіпкерлер енді бір мынандай не дейді, ересекке ұқсайды ғой. Мысалы үшін жалғасқанда, иә. 20-21 жасар балалар, біздің қырандар қандай жап-жас балалар. Бірақ бұлар өздерінің жастарынан үлкен жұмыс бітіріп жатқанымен тура осыған қоса еще бұлардың да организмдерінде де шашау бар да, байқаймын да. То есть өйткені ол үлкен жұмыс жасап жатыр да. Мен қазір қарап отырмын, жігіттер так нансенсіздер. Денсаулыққа қарағанда 20-21 жасар балаларға уже барып анализ тапсыр, стрессіңді тексер деп айтамыз да. Өйткені неге міндетті түрде жаңағы сахарный диабет, міндетті түрде рак болған қажет жоқ та. Сондықтан да мен ойлаймын денсаулыққа прям жұмықты тақырып көтеріңіз. Денсаулықты прям бар ғой, не қылу. Мысалы көп айтады да, кәсіпкерлердің асқазанмен жұмыс жасайтын язва, гастрит, аурулардың бәрі кәсіпкерлер көп кездеседі. Өйткені кәсіпкерлер стресспен көп жұмыс жасайды ғой. Олар үнемі стресс абайт етеді да мысалы. Ең бірінші сенің асқазаннан ұрады да. Өйткені анау стресс шықпағаннан кейін бір жерден тесіп шығады, көбінесе асқазаннан да. Мысалы менде гастрит болды, одан кейін язва болды, одан кейін операция жасау керек болды, язваға баран жасамайтын болды мысалы да. Сізде ше? Гастрит болды ма? Менде язва болды, язвадан қайтадан гастритке келді. Сізде жоқ па? Кәсіпкер емес болсың. Мысалы бізде бүкіл барып жүргендердің бәрі асқазанмен проблема да. Бүкіл сондықтан ақша тауып жатқан адам ол міндетті түрде ол стресске өте бейім адамдар ғой негізі. И бәріне асқазанмен проблема да. Еще қымбат емес тексерілу, асқазан емдеу деген нәрсе қымбат нәрсе емес негізі. Мен ойлаймын, даже жалпы денсаулыққа қарау бесплатно деп ойлаймын негізі. Басынан бастап егер де ол ұйқысы дұрыс болса, питаниесі дұрыс болса, және спорт болса, ол біз сияқты неге бармайтын еді ғой. Врачқа бармайтын еді ғой. Ол амал жоқ, сен мысалы кезінде бизнес бастаймын деп көптеген нагрузканы алып қойған екен, уже болып қалды ғой көбісінде ше.
ол уже конечно егер басынан бастап қарасаң ол кезде қатты қадірде болған. Қанша кетті сізге дәрілерге кейін бәрі осы примерно қанша кетті қазір осы неге емделуге примерно жоқ кетпейді 5 кетпейді қанша кетті сізге? Мен мысалы маған кешегі уже бүгін врачқа бардым, 1-2 дәрісін алдым, 2 анализ болды, сонымен примерно 130 мың теңге кетті. Иә, сондай кеткен шығар. Мен 160 мың кетті, бәрімен тексеріліп, ФГС-пен бірге, то есть анда бір талып қалатын сумма емес та, иә, сумма нормальный сумма. Еще оны 160 мыңды бірден құймайсың ғой сен ше. Бөліп төлесің жағдай. Анализге барасың, одан кейін Екі рет барған. Иә. Армысыз, мен атым Қуаныш Жонбай, кәсіпкермін, бірақ 2014 жылы мен ұстаз едім. 3 жыл бойы мұғалім болдым, маркетинг сабағынан. Мен студенттермен бірге түскен суретім сол кездегі. Айтайын деген нәрсе, мен жалпы мұғалімдік, ұстаздық жұмысымен айналысқанды қатты жақсы көремін. Сондықтан мен сізге интернеттен ақша алып келетін 5 қабілет бар, сол жайлы тегін айтып бергім келеді. Төмендегі сілтемеге өтетін болсаңыз, мастер-классқа тіркелесіз. Мастер-класс тегін, тіркелген үшін сізге керемет бонус бар. Келіңіз, мен сіздерге 5 қабілет жайлы айтып берейін, табысыңыз да артады, уақытыңыз да бос өтпейді. Төменде сізді күтемін. Анда неге қалай қарайсыздар? Қателеспесем, Илон Масктың да сөзі бар ғой. Аптасына 40 сағат жұмыс істеп, бір керемет жетістікке жеткен адам білмеймін дейді ғой. Бағанағы әңгімеге қайтып келеді, яғни бірдеңеге жеткің келсе, және ұзағырақ отырасың, түнімен отырасың, бәрібір ана бір құрбандық бар сияқты да осы жерде. Жоқ, ол міндетті түрде қараңыз, бұл жерде Жоқстың өзі. бұл жерде отырып алып жұмыс істемейсің деген мағына емес. Бұл жерде андай, мен қазір андай нәрсені істегім келеді, машина айдағанда, былай дейді машинашы. Ешқашан мен машинам егер бұзылып қалды деп айдамаймын. Мен машинаны басып айдай беремін. Там кочкаға түссем де, тормозынан да, точно машинаны неғылмаймын. Бірақ тоғы болған кезде полный істетемін да машинаны. То есть менде әрбір техникалық жаңағы неден тоғы, Тоғының уақыты. техобслуживаниядан кейін менде жап-жаңа болып шығады. Болды. То есть бірақ анау моментте 10 мың ғой. Моментте мен вообще ол как будто бір үнемді деген жоқ. Машинаны ұрып алуы мүмкін, сырып алуы мүмкін, вообще қаралмайды. Бірақ 10 мыңда полный жасап шығады да. Қансырдан соны қызық. Маған ұнатты, мысалы бір жерде барып сыр басаң, жаңағы үлкен жаңағы люктан бірдеңе ұстап қалсың, кочканша. Темір ғой болды дейді да, несіне? Ашана бір мән беріп, ана біз деген ана жер бір, ол деген кететін болды, ана жер мынандай болды. Біраз бір 5 минут ана оймен қаласың ана жерде ше. 5 минут болса жақсы. Ары қарай уже ол болды, сол саған стресс болып қалды ғой. И сол сияқты Қуаныш мырза ғой, простой қарайды да, бірақ жаңағыдай тоға барған кезде ана любой дефекттің бәрін жөндеп, ауыстырып не істеп тастайды да. Ана одан кейін ол любой жаққа жүруге дайын да, 10 мыңға мысалы үшін қайқа Стамбулға барып келесің да машинамен. Жоқ, біз машинаға даже элементарно мысалы мен осы уақытқа дейін бір ана бір мүлік ретінде қатты серьезно ответственный жауапкершілікпен қараймын да, и уайымдай бересің ананыш. Қуаныш мырза темір дейді, бұл көлік қой жай ғана дейді да мысалшы. И сол моменттерде мен де кейін миыма жай соны үйреттім да, уже көлік қой жай деген сияқтыша. Ол көлік темір болады, сынады, не істеуі мүмкін, оған қатты мән бермеу керек деп. А біз сондай нәрселердің бәріне көп мән беріп тастағанбыз да, әр зат қана бір бұған сайын ана бір жүрегің ауыра береді, фокусың кетіп қалады, энергияң бәрі соған кетіп қала береді да жаңа нәрселермен. Жан логикасы сондай да, тура денсаулық тура сондай да, істе. Ну, будь любезен бар да, сен организмі қатты қиын емес, өзі бір шайда береді, болмаса 6 айда береді, барып тексер. Өзі организм неде 3 нәрседен тұрады ғой, аминокислот, витамин и микроэлементтер. Болды осы организмнің осы ғой, макро-микроэлементтер. Осы барып бір тексеріп алсаң, ары қарай уже принципі көрсетеді, баланс, дисбаланс, уже ғылым дамып кетті ғой. Қуаныш мырза, бұлар қандай маманға бару керек екенін білмейді. Негізі нутрициолог өте маңызды маман. Дұрыс тамақтану. Иә, дұрыс тамақтану. Қазір еще нутрициологтардың түрлері көп, бірақ бізде прям күшті нутрициологтар бар екен да. Очередь шынымен адамдар баратын. Содан кейін қандай маманға бару керек тағы нутрициолог? Жоқ, енді бір анализ жасаса, сіз не гастроэнтеролог барыңыз? Гастроэнтеролог, енді асқазан ауырса. А бірақ нутрициолог барлығын қарап береді адамға. Алдын алу үшін. Алдын алу үшін. Полностью нутрициолог саған бірдеңе дәрін жаңағыдай витаминдерді ұсынбас бұрын сенен анализге жібереді, сен так өз айтады, ана анализге бар, мынаған бар, УЗИ-ға түсіргіз, бүкіл жаңағы неңді, қаныңды бәрін анализдерін тапсыр деп соған қарайды, содан кейін белгілі болады. Біз тақырып табиғи шығып кетті ғой деймін ба? Жоқ, енді қарашы, Рамазан шығып отыр ғой. Рамазан негізі бұл естественно тазаланатын уақыт қой, негізі. И су жағынан да, организм жағынан да, мида, клетка жағынан да. Бірақ единственный Рамазанда бізді құртатын нәрсе, жаңағы нутрициологпен бір ақылдаспай тамақты енді жаман жейтініміз ше енді. Ауызашарға да, негейтін. Бір өзім бір балансированный бір менюлары бар шығар. Қазір осы сілтеменің түбінде, осы сұхбаттың түбінде, соңында, жаңа соңында емес, описаниясында бір не қояйық, ссылкалар қояйық, бір кәдімгідей нелері бар, там долго углевод деген. То есть айтқым келетін нәрсе андай да, сен бір нәрсемен 30 күн бойы шұғылданасың.
30 күн бойы шұғылданасың денсаулық бұл ол андай да қаласың да қаламасаң да есі дұрыс құдайға сенетін адам бұл оразаны ұстайды иә денсаулығы болса ақыры сен осы темамен айналысатын болсаң оны белгілі бір істеу керек қой деймін да зерттеп че не болып жатыр мынау қалай болып жатыр бір темаға үңіліп бізде андай бір жаман жағында да типа вакцина жаман кеше бір кісі істеп жатыр айтады типа ковидтен өлсең де вакцинадан өлме деген сияқты тапшы вакцина салдырма жоқ вакцинадан өлгенше ковидтен өл иә сондай да принцип грубо говоря осы да мен айтамын да қалай сен вакцина онша емес деген тұжырымға келе аласың ол сенің құқың ол сені ешкім шектемейді бірақ бір өтініш сен де онда бір үңілші бұл тақырыпқа үңіл зертте там оңға солға не болып жатыр сөйт та иә мен қазір түсінгенім бойынша мынау онша емес екен деген онда сен неге кел тұжырымдамаға кел бұл жарасады саған пікірге кел ал бірақ әже жоқ бір адам папам айтты мамам айтты інім айтты ағам айтты көкем айтты келінім айтты ешқандай не ғылыми зерттеу жоқ ешқандай оған бастамайын жоқ алады да бір жасай салады пікірге келу негізі ойлану деңгейінің 6-шы сатысы ғой қойыңызшы бірден келе саласың ғой пікірге ал 5 сатын аты да қандай саты бар айтсаңызшы қандай саты бар сол баяғы не ғой білу түсіну қолдану анализ синтез деген бар пікір ойбай қиын екен да оңай емес екен біз ойлағандай бесең бүйтіп аттай саласың да жақсы соған пікір ақылы жоқ бірақ пікір бар да қиын да 91% па шықты ғой менде сториске салған кезде біз салдырмадық деп сол кезде маған біраз адам жазды сенбейміз деп ше вакцина салдырғанда ма вакцина салдырғандар сенбейміз не үшін салдырып жатсыз қалай болды деп вакцина сенетін зат па негізі иә ондай емес қой енді жоқ ол адам өзі біледі ғой жалпы мен бір нәрсені айтқым келіп тұр да ол вакцинаға ғана сенбейді емес қой ол жалпы мемлекетке сенбейді ғой жоқ мемлекетке сенбейді барлық нәрсеге сенбейді жоқ ол мемлекетке сенбейді қазақстанда өткенде бір айтты отырып алып қазақстанның бұл типа нұр отанға сатылған деген әңгіме айтады ғой бұл да бір кім біз ба парсында сөйтіп жазған ғой иә мәкен жаман сатылып кеткен ғой енді олар жоқ бұл не ғой бір дүние таным ғой бір концепт қой өмірге қазақстанда сенің там жаман десең иә жаман десең ол жарайды жаман болып қалады саған қазақстанда не қылмайды ашылмайды да бірақ жақсы десең де как бы солай болады өзі андай бір қалай 2.700.000 шаршы километріміз бар жеріміз ғой біз үлкенбіз ғой біз былай қырмыздан ашылады мынау қырдан да ашылады да мемлекет сондықтан сол мен врач достарым бар қуанышымызда жаңағы денсаулық тақырыбы ғой енді олар былай ойлайды ғой біз қазір вебинар жүргізіп жатсақ олар бізді сатып жатыр деп ойлайды иә мысалы там бұлар қазір ақша айтады деп олар врачқа да осындай ойлар бар екен бүйтеді қазір ана врачқа кірсең 10 000 теңгені қағып алады мына врачқа кірсең 5 000 теңгені қағып алады там бұлардың келісіп алған аптекалары бар деген ойлар бар екен мен досым врач қой класстасым ше сол үшін бұларда да осындай проблема бар да мен тек қана курсқа ма деп ойласам олар врачта да сөйтіп ойлайды екен мен былай ойлаймын да бұл кісілер енді ондай нәрселердің бәріне сенбесе басқа жаққа неосознанно ақшалар кетіп жатыр бірақ денсаулыққа да дамуына да ақша жарата алмайтын өкінішке орай адамдар бар кеше неде былтыр ма ресейде не шыққан ана ресейде халықтың псевдонаукаларға жұмсағанмен и медицинаға жұмсаған несі шығындар то ли ана 10 миллиард анау типа 11 миллиард па сондай да рубль да то есть как бы анау гадалка свечи дегендерге ше медицинаға қарағанда көбірек жұмсаған ғой ақшаны астрология дегендер иә то есть как бы енді иә баратын шығарсың қызығатын шығарсың проблема жоқ бірақ енді сен ғылымның үстіне де қойып кетсең де біртүрлі ғой негізі деймін да ол бізде адамдар көп өзінің мәселесінің шешімін андай құрал ретінде ше түсініксіз болса ол бейтаныс болса соған көбірек сенетін сияқты осыны айтыңызшы толығырақ қалай сонда андай бар да біз когнитив байс дейді ғой егер мен мысалы бір затты мен мысалы бір мәселемді шешетін дүниені іздеген кезде күрделірек болса мен түсінбейтіндей болса мен сол дұрыс деп ойлаймын да мысалы ең қарапайым мысалы мен дүкенде кетіп бара жатырмын дейік сосын 2 шырын тұр да сосын біреуі тұр кәдімгі табиғи шырын біреуі тұр жаңағы бір бәле деген жазулармен да неше түрлі түсініксіз карбон диоксид сондай деген сияқты адамнан алады да негізі құрамында ешқандай айырмашылық болмаса да андай ғой анау күрделі болған сайын түсініксіз болған сайын сол дұрыс сияқты болып көрінеді түсініксіз болса түсініксіз иә бейтаныс болса менің әкем жақында белі ауырып қалған ол 1 жыл бұрын ба сол енді біз кәдімгі традиционный медицина көрсетіп емдейін деп жатырық сондағысы басында айтқан сөз бар еді мен Шымкентке барып бір жерге емделу керекпін деп енді сондай бір емдейтін жер бар екен ақыры сол жаққа барды сол жақтан емделіп келді да бірақ сол кездегі ауырып тұрғанның өзінде біз енді балалар біз ақшасын төлеп жатсақ та бір кабинеттен шығып бара жатқан кезде қанша деп сұрайды ғой
қанша не үшін жаратып жатсыңдар деген анау біздегі анау түсіну несі дұрыс емес ой деймін ше қабылдауы ол ақшаны құрту деп ойлауы бұл құрту емес бұл инвестиция ғой өзіңе егер де өзіңді өткенде марғұлан аға айтқан сияқты өзіңді машина деп ойласаң бұл өзіңе тек обслуживание ғой былай қарасаң ана өткенде кім жаңа қазақтың мақалын айтты ғой омар ше қарашы малым жанымның садақасы иә жаным арым садақасы то есть как бы біріншісі егер болмаса екіншісі болмайды қарашы логика егер малын жанына садақа қыламаса то есть жұмсаймаса денсаулығына ол адам жанын да арына жұмсауы екіталай ғой негізі енді енді ақшасын қараңыз ар деген ол высший нәрсе ғой то есть ол егер өзіне жұмсаймаса басқа біреуге қиын ғой деймін да енді малды жұмсаушы малыңды жаныңа жұмсамасаң жаның арзан ғой иә мысалы маған өткенде жаңағыдай витаминдер ішіп жүрдім ғой өңкей витаминдер таңертең түсте кешке ішесің ұзын сөйтіп жаңағы кездесулерде отырсаң ойбай мәке ауырып жатсың ба дейді даже витаминді көрген кезде ше жаман кетіп қалыпсың ғой дейді да уже бітіпсің ғой деген сияқты ғой анау ше уже ауырып бітіпсің ғой деген сияқты біткенін ойлап адамдар бұл витамин ғой десең түсінбейді бәрі бұл сен аурусың ғой бәрібір мысалы витамин ішіп отырмын таблетка көрсе болды уже жаңағыдай мысалы мен кеше күнге шейін шынымен денсаулыққа ақша жарату деген маған былай айтқан кезде бір шығын болып көретін өз денсаулығыңа ақшаны қимайсың ба деген иә қимайтынмын мен ше өйткені маған ақшам денсаулықтан көбірек не тұратын да өйткені одан басқа бір маңызды нәрселер болып көрінді қазірде мен уже түсініп келе жатырмын да маңызды болмаса да шұғыл дейсің иә өйткені бұны қазір жөндемесең точно ол ертеңгі жаңағы өзіңнің былай айтқан кезде бір жағынан діни жағынан қарасаң да ол дұрыс қой мысалы ше себебі сен бұл аманат қой бұл берілген бұған қазір шынымен бағана көлік ретінде қарамасаң ол жаңағы аманат ретінде қарамасаң ол ұзаққа бара алмайсың да точно ол қадірін түсінбеген екен саған точно бір күні ала салады болды бір күні бір жігітпен араласып жүрдік те жақсылап араласып жүрдік өзі бір көлікке құмартады көлігіне қарайды не қылады сөйтіп те араласпай кеттік сосын маған бір күні хабарласып ренжіп қуаныш аға осылай сіз типа жағдайыңыз көтеріліп кеткеннен кейін мені ұмыта бастадыңыз ба кезінде араласып дұрыс едік деп сосын бері кел дейді мен жарайды кешір деп аты условно говоря айдос болсын айтамын айдос сен деймін да машинасы бірақ упакованный ана ескілеу машина бірақ енді көрініп жасалған да машинасы өзі кабан ба сондай 140 бірақ анау жақсы көреді машина салғанда бәрі оригинал запчастьтер өзі болды ғой раритетный машиналарды оригинал қылып мініп жүреді айтамын да айдос анау айдос емес машина ондай емес условно ғой айдос да анау машинаға қанша салдың дейді $20,000 салдым дейді машинасына енді көрініпті әдемі енді сұрақ деймін да енді сен өзіңе қанша салдың деймін ғой өзіңнің біліміңе өзіңе қанша салдың түсінген жоқ ол сөзді қашан курс оқыдың последний раз 4 жыл бұрын типа оқыдым курсты дейді да қашан кітап оқыдың ну там үйде кітап оқыған қашан меломанға барып кітап алдың деймін да сосын тұрып алады да жаңағыдай түсінбей қалып айтамын да сенің дедім да қазір саған қарағанда машинаның маған қызығырақ болуы логичный ма деймін да түсініп қалды сенің енді өзіңе қарағанда сен машинаға көп ақша салып жатсың енді сенің машинаң қызығырақ деймін да сенің қарағанда еще саған сен туралы емес еще екеуміз машина туралы сөйлесіп отқанға қарағанда еще дейсіз ғой потому что сен мен енді қара деймін хорошо мен көтеріп кеткен үшін емес мен дамып жатырмын енді сен де егер дамысаң арамызда айталық там білмеймін бір 5 метр разница болса 5 метр разницада мен сөйлесе береді екенмін но бірақ мен егер асығып кетсем сен дамымай қалсаң онда арамыздағы 150 метр болып кетсе онда даусымызды естімей қаламыз ғой сен онда сені дамып тұрсайшы деймін да сен де оқы көр не қылсай өз салаңда сенің дамығаның тем более маған дамыды екен деп маған ақшаны бөліп беріп жатқан жоқсың ғой сен өзің үшін болып жатқан нәрсе ғой сонда екеуміздің ортақ әңгімеміз қызық болды андай сияқты ғой ойлаңыз біз футбол туралы сөйлестік бәріміз бір аудиториямыз футбол туралы сөйлесеміз киноламызда біз классический музыкаға ауысып кеттік дамып например екеуміз ауысып кеттік та и бізге классикалық музыка қызық болып жүрді уже футбол туралы айтып бересің иә қызық но бірақ классика көбірек қызық не болып тұрады болмаса кино сценарий туралы и сен қарап отырсаң ана футбол туралы айтқан адам уже ол саған қызық емес та и сен ол жаман болған үшін емес просто футбол туралы сөйлесу қызық емес болғаннан кейін араласпай қаласың да и жаңағы сияқты ғой біздің өзіміздің көлігімізге үйімізге пердемізге там ремонтымызға ақша саламыз да вот бірақ денсаулыққа келгенде бұл парадокс денсаулықтың действительно жаңағы мен қазір айтып отырмын ба анау жаңағы не деші мысалы гормондарға мен қазір қатты не қыламын да там жаңағы серотонин адреналин не бар бізде дофамин окситоцин одан кейін анау қай гормондардың қайсысы төмен болуы гормон дегенде иә нейромедиатор иә
сол гормонды выделять етеді. Ана мысалы үшін адам стресс болса кортизол высокий деген сөз, кортизолды басуға болады екен. И мен түсіндім да, что бұл гормондар әдемі болатын болса адамның уже бір балансы да, маған бір дәрі берген, но это для мотивации деп маған сол кезде күлгенмін. Қарап отырсаң, сол бір гормон бөледі екен, ол бір фокусировкаңа, мотивацияңа, шабыттануыңа бір көмектеседі. Қызық, шабыттанғаныңда, қорыққаныңда, қуанғаныңда бәрі гормондар ғой. Енді сен гормондарды істеп болсақ, онда өзінің сезімдерін істей аласың. Медитация бұл жерде бір керемет инструмент, бірақ все-таки денсаулықтың да ақысын беру керек деп ойлаймын. Айтып отыр жаңа неге біздің әке шешеміз немесе біздегі біздің қатарластарымыз, құрбылар, ұрпақтар мысалы мемлекетке, медицинаға немесе жалпы сондай дүниеге сенбейді, тәрбиеден сияқты ше біз көрген. Мысалы тәрбиеден андай модель бар деп есептесек болады. XY абсцисс ординатаны сызамыз да. Өзің жақсы жаман, әлем жақсы жаман деген. Сонда 4 квадрант пайда болады да. Яғни қазіргі мысалы біздің әлем жаман, яғни ешкімге сенбейсің, сен бәрі жаман, бәрі алдайды. Мен жаманмын. Болды да, сен сол категорияда болсаң, сен өзің ешқашан андай өзің денсаулығын күтпейсің, сен жамансың да онда. Сен өзің ешқандай ақша құймайсың басқа. Егер мысалы мен жаман, әлем жақсы болатын болса, онда білмеймін, үйіңе ақша құя бересің деген сияқты, айналаңа жұмыс істеп кетесің да. Егер мен жақсы, әлем жаман болатын болса, мен білмеймін, енді біртүрлі естілетін шығар, бірақ орыс тілділердің моделі сияқты ол тәрбие деген. Өзің бір тым асыра ұстау. Ең дұрысы сол әлемде жақсы, сенде жақсы деген бір модельге ұмтылу керек сияқты да. Кайф да, Руслан такой. Руслан, бәрі дисбаланс жоқ. Шынымен сол кезде бұрында бір подход болды. Баяғыда осы Марғұн ағадан көп үйрендік қой, жаңа неден ше, айта береміз, Марғұн ағадан қанша айтсам да жарасады дегендей. Бұл өмір действительно өмір музей емес. Бізде қатты өткенде айттық қой. Бізде қатты андай бір музей сияқты тәрбиелеген ғой. Типа бәрі көресің, тамсанасың, бір көршінің үйі, көршінің досы, досының досы, там, то есть машина солар мінеді, солар киінеді, солар нәтиже алады, солар оқиды, солар білімді болады, солар қуанады, солар шетелге шығады. И музей сияқты тамсанып отырасың, вроде бы картинаны ұстап көрсең болады ғой, вроде бы ол әдемі үй алса, қонаққа барып, сен де бір несін көресің, бір нығметін көресің, но бірақ ол сенікі емес та, ол музей да, то есть біздікі музей моделімен көп тәрбиелеген да, то есть тамсанасың, таңғаласың, қызығасың, бір алып кете алмайсың өзіңмен бірге. Ол үй болды. Вообще өзіңе алу деген нәрсе жоқ. И мен Марғұн ағадан мына модельді көрдім, бұл супермаркет деген модель ше. То есть любой нәрсені алуға болады. То есть любой нәрсені алуға болады. Сатып алу деген, сатып алуға болады, бірақ сатып алу ол тек қана ақшаға емес та. То есть кейде еңбекпен сатып алуға болады, немен алуға болады. Мысалы үшін кезінде болатын бір әдемі, жаңағы мысалы үшін қоңыр дауыс, мен үшін ол музей да, бір қызығам қалам. Қазіргі осы модель өткен кезде, так қалай алсам болады деп ойлайсың да, енді очевидно сатып ала алмайсың. Тек қана ойланса да жеткілікті ғой. Мысалы денсаулығын түзейтін адам денсаулығын түзейші деген ниеттің өзі басталады ғой сонымен. Оған қатты бір көп ақша да керек жоқ. Элементарно мына келеді да, қараңыз. Мысалы үшін айтамын, бетің безеу кетіп бара жатсың. Бетің безеу кетіп бара жатсың. И сен бір таза бет әлем көрген кезде музей психологиясы адам қарайды. Мә, кожаң әдемі екен, мына кожасы жақсы екен, менікі жаман деген идеямен кетеді. То есть ода тек қана тамсану бар, может быть жек көру бар. Мысалы үшін картина ұнамай қалса, тура ойлашы, ол не сияқты кәдімгі бір мүсін сияқты да, сен баға оценка бере бересің болды. Өзіңнің ойыңмен ше. Бірақ алып кетемін деген идея жоқ. Сен бар музейге барып назад алып кетемін деген жоқ қой сенде идея. Сол сияқты ана неде көреді да, адамның бір бетін көреді да, әдемі, жаман, жақсы оценка береді. Болды. Ол әдемі болса, мен де бетім әдемі емес, мен де қалай оны деген идея жоқ, ол идея ше. Хотя ол идеяны алса, дәлше үстігі болады, болмаса там прессіне байланысты, болмаса білмеймін қандай бір иығына байланысты, шашына, там көп қой тісіне. Анау тек қана музей. Біз ойлаймын, супермаркет болатын болса, қайтадан айтылып, бұл тек қана ақшаға емес. Кейде еңбекке, мысалы үшін көресің бір білімді. Қызық қойсын, неужели сен онда бола алмайсың? Осындай бір не қылып істегің келмейді, осындай бір үйренгің келмейді. Ана қазіргі мотошколаға барып жүрміз ғой. Маған осы бір немнен жаңағы музей моделінен супермаркет моделіне өту кезеңдерінің бірі де, потому что тек қана қызық болсын, әдемі ғой, бір ненің бүйтіп көресің, жаңағы ана Терминатордың фильмдерінде көресің. Неғып қызық, неғып алмаймыз да, ақша қатты қиын емес. То есть подход да, то есть өмір музей емес, өмір супермаркет. Супермаркетке барасың, ақшасын төлесең, любой нәрсені алуға болады ғой. Сенің мүмкіндігің болса, там алкоголь алу үшін 18+ болу керек, там бересе деген сияқты ше. Тура солай, ТТБ музей емес, ол супермаркет бола алады. Айтыңызшы, қалай болсын да? Ойлап отырмын, сен көріп отырсың, мысалы сіздердің бір өмір стильдеріңізді бәрін көресің, қызығасың, сол ютубтың эфирі бітіп келесі видео қосылғанша қызығып біттік, сонымен тамам да. Егер маған супермаркет ретінде қарасаң, жаңа сіз айтқандай, осы ТТБ-ның себебімен қызыққан дүниелерді бірден эфирді өшіріп барып істесең да, амал етсең соған қарай. Конечно, кайф болады.
мысалы мен ттб-да сол үшін де жақсы көремін да, өйткені адамдарға конкретно бұл жерде бір нелер беріледі да, инструменттер ше. Мысалы носкиіңді ауыстыр, ана киіміңді ауыстыр, неге бар, Луи Виттонға бар, андай деген сияқты. Бүгінгі эфирдің да бір пайдасы сол бола ма деп ойлаймын да, адамның денсаулығына кішкене болсын мән бере алушы. Өйткені мен білетін мына жерде ана айтудан ешқашан жалықпаймыз ғой, біздің аудитория, бұны көретін аудитория өзін дамытып жүрген бір басқаша аудитория бұл ше. И бұларға да тағы бір мән беретін нәрселердің бірі ол денсаулығы. Оның шынымен, өйткені ол біздің не емес, шынымен өзіміздің басымыздан өткізіп отқан нәрсе. Қазірден уже байларға қарайсың, өзімізден озып кеткен ағаларымызға, үлгі тұтатын ағаларымызға қарайсың да, аналардың бәрі қазір денсаулыққа қатты мән беріп жатқанын көресің да. Атауы мысалы уже Ресейдегі, Америкадағы уже мына бизнесмендерге қарайсың, биохакинг деген салаға терең кіріп кеткен мысалы да. Қашаннан бастап кеткен? Иә, біз артта қалып келе жатырмыз. Біз өзіміз артта қалып келе жатырмыз емес, тура осы білімді біздің уже үйреніп отқан нәрсемізді біз осы ттб арқылы адамдарға беріп, ол өмірінде қолданса, ол нағыз керемет нәрсе ғой негізі. Қарашы, денсаулық деген енді бір құндылықтың өзің біздің құндылықтар жүйемізде төмен екендігінің бір көрінісі да. Мысалы ттб-ның 2-ші маусымның соңында көтеріліп жатыр. Және бұның көрсетілімі де көрілімі де сондай бір жоғары болмайды ау. Енді ақша тақырыбымен салыстырғанда ше. Біздің міндетіміз енді не ғой? Міндетіміз міндетті түрде жаңа емес қой. Біз айту. Иә, ол мысалы үшін білмеймін, бір 20 мың просмотр алса да, содан хотя бы 10%-дан тисе де керемет. Білесіздер ме? Мүмкін сіздер просмотр қуған болсаңыздар, бұны істемейтін едіңіздер, бұл тақырып шықпайтын еді. Ескендімізде ең кайф не екенін білесіз бе? Мысалы, тура осы әңгімелерді туған ініңе немесе мамаңа айта алмауың мүмкін да. Қазір содан кейін мен туған інім бар, ол ттб-ны қарап отырады да осылай. Анан өзгеріп жатыр да, ол кайф нәрсе да. Дәл қазір менің мамам, папам мен өзін есіне алып отыр, осы жерде қарап отырса. Мен оларға айтамын, денсаулыққа жұмыс құрып кетсін, өлесіңдер ғой, барып қарашы деймін. Жоқ, кейін, жоқ мен нормально деп. Мысалы осы выпусктан кейін барып, қазір мойындап, балам, мен болды барам десе, ол мен үшін бақытты ол нәрсе ше. Оны прямой айтқанмен тыңдамайды ғой ол нәрсені. Сол сияқты біз просмотр қуып жатқан жоқпыз. Шынымен өзгерем деген осындай качественный адам, хотя бы біреу өмірін өзгертсе біз үшін бақытты ғой. Маған ұнайтыны ттб-ның тағы сенімен адамдар кездеседі ғой, мәке кездесіп и сол жерде ттб-дағы көп ойларды өзі айтқан кезде түсінесің адам өзгеріп кеткен да мүлдем басқаша ше. И саған жеңіл адаммен сөйлесу үшін. Сондықтан айтамын да, егер екеуің кездескен кезде общий тема болады біріншіден, еще жаңағы сенің көптеген көзқарастарыңды уже түсініп алған адам, еще өміріне оны еще енгізсе, мысалы саған көп мәке ттб-ны көремін, қатты ұнайды, бірінші этап. Екінші этап, ттб-дағы мынандай нәрселерді жаңағыдай қатты өтті маған, ол екінші этап. Үшінші этап, мына нәрселерді өміріме енгіздім, өйтіп и ол үшінші этап болады да ол ше. И одан кейін өмірім өзгерді, содан кейін десе төртінші этап. Ана адаммен от души сөйлесесің ғой. Ол адаммен кәдімгідей махаббатпен, қош былай өзіңе қызық, и содан кейін ттб-ны одан да көбірек түсіргің келе бастайды да. Қуанышы. Тамаша. Қызық нәрсе ғой негізі. Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі эфиріміз негізі осы денсаулық жайлы болды. Біраз нәрсені айттық деп ойлаймын, иә. Тағы бар ма қорытындылап кетейік? Мен ешқандай қорытындыңыз? Қатты ондай бір не жоқ сияқты, қорытындылап. Денсаулық қой, денсаулық енді андай денсаулық туралы сөз қозғау әлі моральный право жетіспейтін сияқты, осылай айтайыншы. Жеке менде. Менде де жетіспейтін сияқты, бірақ мен өзім осыған байланысты уже примерно бір оңай осымен айналып жүрген адам ретінде, иә жақсылы жаманында әйтеуір қашып пұшып болса да, міне соңғы 4-5 ай, ол 4 ай болды, прям кәдімгідей активно неғып отырмыз. Мен түсіндім, денсаулық деген нәрсе бұл абстрактный бір мақалдардың ішінде жүретін архаизмдік тақырып емес. Бұл негізі адамның табысына, бірінші очередь біз көретін нәрсеміз сол ғой. Адамның бақытты болуына және де уақытын тиімді қолдануына тікелей қатысы бар нәрсе. Өйткені денсаулықтың жақсы болуы, неге сенетін болсақ, анау екен ба, соның анықтамасын сенетін болсақ, кәдімгі функцияны атқаратын және де көтеріңкі көңіл күйі бар адамдарды біз денсаулығы бар адам деп айтамыз. Яғни денсаулығы бар адам бұл көңілі көтеріңкі және де энергиясы мол. Егер энергиясы бола тұра көңіл күйі түсетін болса, бұл денсаулығы жақсы адам деп біз айта алмайды екенбіз, өйткені гормондардың дисбалансы бар. Мысалы, маған бағанағы дәрігердің айтқаны, өткен жылы коронавируспен ауырдың ба дейді, ауырдым. Қалай ауырдың дейді, қатты ауырдым дедім. Түсінікті деді. И так ауыратындай болып тұрсың дейді. Неге десем, Д витамині өте төмен дейді. Сенде қарсы тұратын витамин жетіспейді дейді. Неге түсірсің? Сол үшін сен қатты ауырдың дейді. И қарайсың, мысалы қазіргі коронавирус заманында бәрі и так несе отқан кезде денсаулыққа нағыз көңіл бөлетін, ол сол тұрғыдан болсын, табыс тұрғысынан болсын, жаңағы қазіргі карантин тұрғысынан болсын, барлығынан қарағанда өзін ақтайтын әрекет та.
сондықтан мен ойлаймын денсаулыққа қатты көңіл бөлу керек. Құлан мырза өзіңіз? Мен сабақ бергенде ең соңғы сөзімді мына сөзбен аяқтаймын да. Бар болыңыз, бай болыңыз деп. Кәдімгі неміз мен ведущиймін десең кәдімгідей. Жоқ, енді бұл сөздің мағынасы бар. Мен кішкентай кезімде бай болсам ғана жеткілікті деп ойлайтынмын да. Кейіннен кейін мына сөз маған кәдімгідей өтті, бар болыңыз, бай болыңыз деген. Бар болыңыз деген ол екі түрге бөлем бұны. Бұны ментальды кәдімгі денсаулық, бұның ішінде өткенге өкінбеу бар, болашаққа уайымдамау, дәл қазіргі сәтпен өмір сүру бар. Өйткені адамдар олардың өмірге өкпелі, жаңағындай мемлекетке өкпелі. Бұл өкпенің өзінің бір 5 этапы бар да. Ең соңғысы бұл Аллаға өкпелеу да, кәдімгі Тәңірге өкпелеу. Бұл ең опасный түрі. Өйткені бұның арты суицидке апару мүмкін кәдімгі. Сол сияқты ментальный денсаулық жақсы болса, адамдар жаңағы өткеніне өкінбей, болашаққа уайымдамаса, бұл да денсаулықтың бір түрі. Ал бұған психолог көмектеседі. Бұны біз әрдайым айтып келе жатырық. Екінші кәдімгі өзіміздің физикалық денсаулық. Бар болыңыз дегеннің ішінде осы кіреді. Яғни осы екеуі болған кезде бағанағы өткенге өкінбеу, болашаққа уайымдау, бұның ішінде отношение барлығы кіреді. Сол кезде бақыт пайда болады, ал сіздің бақытыңыз бай болсаңыз, бұл өте керемет болады. Сондықтан барлығын айтам. Осы сөзді бар болыңыз, бай болыңыз. Байлықтың жемісі одан да тәтті. Иә, байлықтың жемісі одан да тәтті болады. Да, керемет. Блиц эфир. Иә. Сондықтан рахмет. Не берек, мен енді жарайды болған не ғой, Рамазан ғой, жақсы не, мен онда бекейін метабодия. 5 адамға метабодиға тегін анализ жасауға мен төлеймін. Керемет. Бір қанша тексерілу? 50 мыңға барып қалады ғой? 50 мыңға, иә, сондай бір тексерілу бар. Сондықтан 5 адам 250 мың теңге Рамазанда бізде сыйлық деп ойлаймын. Метабодия деген бұл вообще жарнама емес, біз барып жүрген жер, бұл жер превентивная медицина дейді. Ағзаңыздың диагностикасы. Ағзаңызға диагностика жасайды да. Бұл кәдімгідей больницалар бұл уже ауруыңызбен емдесе, бұл превент деген ағылшынша превент дейді. Алдын алу медицинасы. Бұл ауырайын деп жатқаныңызды деген, грубо говоря, осал болып жатқан жерлеріңізді, жаңағы Мәкең айтқандай, витамин D жетіспегеннен кейін коронавирус болып ауырсаң, қатты ауырасың деген сияқты қисынды нелер береді, ойлармен бөліседі. Сол жерде диагностикасы бар. Сол диагностика, білмеймін, 16-20 мың, 50 мың, білмеймін қанша теңге болса да барып сіздерге 5 адамға тегін Алматының қолы шарт болды ма? Алматы болу шарт. Немесе Алматыға келіп не істеу керек? Өту керек. Денсаулық үшін. Сондықтан сіздер не істесе болады? Онда керемет подарок болатын болса, онда пост жазу керек. Мынау хэштегпен, Рамазан айында осы хэштегпен бір әдемі пост жазыңыздар. Арасындағы ең ұнағанды Ескендірді таңдап алады. 5 адамды, 5 адам таңдайды, сол 5 адамды айтса, біз ол кісілерге Ақмаржан ханым бар, неге метабодияға жібереміз. Керемет сыйлықты ойлаймын ба? Әдемі. Рамадан деген бір өлеңмен. Еще осындай әдемі тақырыпта денсаулыққа қарайтын, мән беретін. Мырзалар, керемет. Алла разы болсын. Сіздерге, көрген оқырмандарға, көрермендерге сәттілік. Рамазан айы керемет болып жүрсін. Әдемі отыр, керемет отыр. Тамой. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.